Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Криптоманьяк және де біз бүгін жақында шығатын бір ойынға обзор жасайтын боламыз. Және де ол ойында біз ешқандай ақша салмай, сол ойынның монетасын жинасақ болады. Монета әлі сатылымға шықпаған, бірақ болашақта сатылымға шыққан кезде өте жақсы бағада шығады деген ой бар. Дәл қазір біз ойын ойнамай, просто сол ойынның монетасын фармит етсек болады. Жақында ойын шыққан кезде жақсы бағаға сатып жібере аламыз. Сол үшін видеоның соңына дейін көреміз. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, қоңырау шамын басыңыздар, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Дәл қазір бұл Second Life деп аталады, Binance Smart Chain желісінде жасалған. Дәл қазір бұл бета болып тұр, яғни бұл ойынды дәл қазір ойнауға болады, бірақ монетасы әлі шықпаған. Монетасы SLT. Ең бірінші сіздер бұл жерге қалай жасайсыздар? Бірінші MetaMask қосасыздар, MetaMaskпен коннект етесіздер, яғни өздеріңіздің Binance Smart Chain адрестеріңізді коннект етесіздер MetaMaskқа. Binance Smart Chain'ді барлық адам қосылады деп ойлаймын. Міне Binance Smart Chain тұр. Бұл жерде әртүрлі сеттер таңдасаңыздар болады. Бірінші сізді MetaMask ашқан кезде Ethereum тұрады. Сіз Binance Smart Chain өзіңіздің керек сеттеріңізді қосып аласыз. Сол үшін добавить деп басасыз. Қиындығы жоқ. Өздеріңіз көресіздер. Ал если істемасаңыздар, келесі видеода мүмкін осы MetaMask жайлы кішкене видео түсіреміз. Ал енді қараңыздар, бұл жерде не бар? Старт деген жерде бұл жерде ойын бар. Қазір қараңыздар, міне. Бұл Windows'қа, Mac'қа ойнауға болады. Бұл жерде ойында типа әртүрлі пазлдар жинаймыз. Мен ойнадым біраз, бірақ әртүрлі әр уақыт сайын жаңа версиялар шығады. Обновить ету керек. Себебі бета болғаннан кейін әртүрлі өзгерістер енгізіледі. Қазір қараңыздар, бұл жерде осындай карталар бар. Сол картаның ішінде біз просто пазл жинаймыз. Бізге олар особо керек емес. Одан кейін өзінің маркетплейсі бар. Маркетплейсында біз әртүрлі NFT игрушкалар сатып аламыз. Бұл жерде міне мынандай балапандар бар. Бұл балапандар негізінде особо қатты керек емес, бірақ кейін алып сатқанға мүмкін керек болып қалады. Әркім өзі біледі. Ал карталар бұлар міндетті түрде керек, бірақ өте қымбат. Көргендеріңізде ең арзан дегендердің өзі 4 BNB тұрады. 4 BNB деген почти $2000 асады. Одан кейін Space деген сіз мысалы міне ойнайтын болсаңыз, осы карталардың біреуін таңдайсыз. Мысалы қараңыздар, осы бір картаға мета деген 50 адам сияқты, әлі ешкім ойнап жатқан жоқ. Өте аз, себебі бета болғаннан кейін өте аз адамдар ойнап жатыр. Одан кейін бізге Earn керек. Earn'да біз SLT монетасын фармит етеміз. Менде дәл қазір 0.71 SLT болып қалды. Оны қалай фармит етеміз? Қараңыздар, бірінші өздеріңіз аккаунт ашасыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін реферал рептил, яғни достарың шақырғанға какой-то бонус береді. Мен әлі ешкім шақырмаған, пустой. И миссион центр деген жерде бар. Біз әртүрлі миссиялар орындаймыз. Қараңыздар, әр күні кірген сайын сіздерге бірінші күн кірген 1 BN, екінші күні тағы 1 BN, үшінші күн 1 BN, одан кейін көбейеді. Аптасына ең соңғы 7-ші күн кірген кезде 5 BN береді. Мен де дәл қазір 4-ші BN бүгін алдым. Одан кейін барып бізге 3 BN, просто осы Telegram, Twitter'леріне қосылғанымыз үшін береді. Ол үшін бізге Twitter'іне қосыламыз, claim et деген басамыз, ешқандай қиындығы жоқ. Ал одан кейін әр күн сайын 20 BN подаркаға береді. Ол үшін біз не істеу керек? Просто кішкене комиссиясын төлеу керек. Біз қазір мен төлеп көрсетейін. Паш деген басамыз. Одан кейін MetaMask ашылады. MetaMask'ты міндетті түрде қосуымыз керек. Ал енді қараңыздар, MetaMask'та 0.002 BNB ұстайды екен. Ол өте аз. Примерно $0.2 ма сондай болады. Подтверждение береміз. Қазір обновление болады. Міне менде почти болды. Көргендеріңізде астында шықты деп шықты. Қазір страница обновление боласасын. Міне көргендеріңізде енді мен 17 сағаттан кейін тағы да бір рет жасай алам. Енді Earn деген жерге кіретін болсақ, менде 24 BN тұр. Бұл BN бізге әр понедельник күні сағат 8 бен 10-ның арасында, бұл 8 бен 10 Қазақстанның сағаты емес, мировой сағат, яғни біздің сағатпен қарағанда 1 мен 4-дің арасында сізге әр дүйсенбі күні 100 BN толған кезде, яғни қараңыздар, бір аптада сіздер 100 BN-нен көп жинайсыздар, одан кейін менде автоматты түрде осы жаққа өтеді. Мына жерде 0 BN болып тұр ғой. Понедельниктен кейін, если сізде неғында 100 BN-нен асатын болса, понедельниктен кейін осы жерге түсіп қалады барлық BN-іңіз. Өз автоматты түрде түседі ол әр понедельник күні. Одан claim деген басасыз. Claim деген басқаннан кейін MetaMask'қа түседі. MetaMask'та қазір көрсетейін. Енді MetaMask'та болу керек. Міне BN тұр, менде 0 BN, себебі алдын фармға жіберіп жіберген тұғым. Тоже көргендеріңізде
одан кейін клейм басасыз, сіздің метамаскыңызға түседі, метамаскқа автомат түрде түседі. Метамаскқа түскеннен кейін сіз не істейсіз, мына жерге стейк деген басасыз. Стейк дегенде сізде қанша бейін екенін көрсетіп тұрады. Метамаскыңызда сіздің қанша бейін бар, сол көрсетіліп шығады осы жерге. Одан кейін макс деген басасыз, максимум деген, яғни одан кейін стейкингқа жібересіз. Стейкингқа жібергеннен кейін осы жерге SLT монета болып түседі, яғни сіздің бейіндарыңыз осы жерге SLT монета болып түседі. SLT монетаны сіз сатылымға шыққан кезде шығарып ала аласыз. Мысалы қазір қарасаңыздар, мысалы SLT жазып көрейік. Міне көргендеріңізде Second Life тікімін тұр. Монетасы әлі шықпаған, бірақ жақын арада шығады. Көргендеріңізде ценасы жоқ. Просто дайындалып қойған, местасы әлі жақында шыққан кезде біз яғни өзіміздің метамаскымызға автомат түрде осы жерде жиналған SLT-мізді алып шығарып аламыз. Мүмкін SLT-дің ценасы қалай шығады, соған байланысты жақсы ақша табуға болады деп ойлаймын. Өздеріңіз осы жаққа аударып көрсеңіз де болады. Осы жерде әр понедельник сағат 8 пен 10-ның арасында минимальный шығаруға болатын 100 BN деп жазылған. 100 BN болғанда метамаскыңызға шығады. Метамасктан сіз SLT-ға аударасыз. Одан кейін осы жерде типа адрестер, анау-мынау жазылған, оны өздеріңіз түсініп алсаңыздар болады. Дәл қазір ойынды ойнаудың особо қажет жоқ деп ойлаймын. Ойында да бірақ BN жинауға болады қазір беттаның өзінде. Одан кейін ивент бар. Қазір ивент жақында ғана ашылды, airdrop и хмс понг деген, яғни бұл жерде типа airdrop таратылып жатыр. Мен түсінгенім бойынша қазір біз ештеңе істей алмаймыз, бірақ болашақта по идее істеуге болатын шығар деп ойлаймын. Дәл қазір просто наблюдать етуге болады, және де жай SLT жинай берсеңіздер болады. Ол SLT мүмкін бір SLT $5-6 дейін шығуы мүмкін. Мен осы уақытқа дейін көргендеріңізде 9 страница мен күн сайын кіріп 20 BN бір BN-нен алып жинап жүрмін. Және де осы уақытқа дейінгі жинаған примерно 0.71 SLT болып тұр менде.